Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге лавашқа оралған фарштың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ысып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып аламыз. Және де майымыз қызған соң оның үстіне 4 бұрыштап туралған пиязымызды салып, сарғайғанша қуырып аламыз. Келесі қуырылып жатқан пияздың үстіне фаршымызды саламыз. Фарш бізде сиыр етінен жасалынған. Енді дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Келесі қуырылып жатқан фарштың үстіне 1 шай қасық томатымызды салып, тағы да араластыра отырып қуырамыз. Достар, фаршымызды қуырып алдық. Енді аздап суымызды құямыз. Келесі пісіп жатқан фарштың үстіне 4 штук картошканы 4 бұрыштап турап, осылай үстіне саламыз да жақсылап араластырып, фаршпен бірге пісіріп аламыз. Достар, фарш пен картошкамыз пісіп қалды, енді оның суығанын күтеміз. Келесі достар, осылай лаваш сатып аламыз. Мен бұл тамаққа 6 штук лаваш қолдандым. Сіздер өз адамдардың санына байланысты қолдануларыңызға болады. Бұл тағам 8 адамға жетеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әрбір лаваштың ортасын бөліп шығамыз. Енді бөлінген лаваштың жарты бөлігін алып, видеодағыдай жаңағы піскен салмасын ішіне саламыз да рулет қып ораймыз. Достар, видеодағыдай етіп жасасаңыздар керемет болып шығады. Рулеттің жан-жағынан салмасы түсіп қалмасы үшін жанын қайра отырып ораймыз. Осындай 4 бұрышты формамызға пергамент қағазын төсеп, жаңағы оралған рулеттерімізді осылай қойып шығамыз. Рулеттеріміз дайын, видеодағыдай тізіп қойып шығасыздар. Келесі рулеттің үстіне құятын соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 ас қасық майонез және 3 ас қасық қаймақ, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Дайын болған соусты рулеттің үстіне видеодағыдай етіп жағып шығасыздар. Келесі 200 грамм ірімшігімізді осылай теркадан өткізіп, үстіне сеуіп шығамыз.
Енді духовкаға 170 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне рулетіміз дайын, әдемі боп, сап-сары боп пісті. Достар, рулетті сіздерге осылай кесіп көрсеттім. Өте керемет, дәмді. Ең бастысы 20-30 минутта дайын болады. Менің жұмысымды бағалап, маған қолдау көрсетіп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.